Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті Қостанай облысындағы жетекші оқу орны, аймағымыздың ғылыми және мәдени орталығы. Университет еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша кадрлар даярлайды. Осы орайда бүгін біз Ахан атындағы Қара шаңырақтың оқытушысы, жас ғалым Әбдіркенова Ақбидаш Қапанқызымен сұхбаттасатын боламыз. Ақбидаш ханым, сұхбат беруге келісіп, уақыт бөлгеніңізге бірінші кезекте рахмет айтамыз. Енді осы сұхбат барысында сізді бір жаңа қырыңыздан танып, жақсы бір сұхбат болады деген ойдамыз. Енді сұхбатымызды бастап, негізінде, жалпы енді сіз бүгінгі таңда Ахан атындағы Қара шаңырақта білім бересіз. Осы орайда қазақ халқында жақсы бір сөз бар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейді. Осы орайда сіздің енді жоғары оқу орындарындағы білім мен тәрбиенің бағыты қандай? Біріншіден сәлеметсіздер ме? Әрине осы Ахан атындағы университетте көп жылдар бойы студенттерге, жастарға білім беріп келемін. Педагогика және жастар саясаты, тәрбие жұмыс жөніндегі әдістемесі, тағы басқасында педагогикаға қатысты пәндерден сабақ беріп келемін. Дұрыс айтасыз, Әл-Фарабидің сөзімен тәрбиесіз берілген білімі адамзаттың қас жауы, жаңағы айтып кеткен тәрбие жұмысы деген сабақта ұранымызды осы Әл-Фарабидің сөзімен бастаймыз. Өйткені қазіргі таңда болсын, қай кезде болсын, білімсіз ол алға жылжу жоқ. Тәрбиесіз алға жылжу жоқ. Екеуі бір тұтас педагогикалық үрдіс. Студенттерге де айтып кетем, өздерін қаншалық өз мамандығын білімді болғанмен, оған тәрбие қосылса ол үлкен толықтай, толық мәнді, жаңағы толыққанды жұмыстарыңыз болады, жұмыстарыңыз іске асады деп айтып жатам. Жалпы осы студенттерге тәрбие беру барысында ең бірінші сол өздерінің сүйікті мамандықтарына келіп таңдауларында жасасаңыздар, ол нұр үстіне нұр болатынын айтамын. Бастысы өз жүрек қалауын таңдау дейсіз ғой, таңдау жасаған кезде. Енді осы таңдау жасау туралы айта бастадық. Енді сіздің таңдауыңызға тоқталып кетсек, жалпы білім беру саласында жүргеніңізге қанша жыл болды және де неге осы бағытты таңдадыңыз? Осы мұғалімдікте 20 жылдай қызмет етеміз. Соның ішінде 10 жылдан аса, 15 жылға тарта жоғары оқу орындарында жастарға, студенттерге білім беріп келемін. Жастармен бірге оқып, бірге дамып келе жатырмыз. Енді жастармен жұмыс барысында қандай ұстанымдарды ұстанасыз оқытушы ретінде? Жаңағы студентте бірінші курстарға да сабақ береміз, екінші, үшінші, төртінші курстарға оларға сабақ берген ұстанымың негізі әртүрлі болады. Өйткені жаңа ғана бесіктен белі шыққан студенттеріміз үйлерінен шырақ кетіп, осы жоғары оқу орнына келіп жатады. Оларға мейірімділікпен қараймыз, әрине қатандықпен қараймыз. Бауыржан Момышұлы айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмас дейді. Тәртіпті сақтауға бірінші, екінші курс, соған көбірек көңіл бөлеміз. Әрине біліммен қатар. Одан кейін үшінші курста, төртінші курстарда студентпен әріптес ретінде сөйлей бастаймыз, көз қарасымыз. Өйткені олар 5 минутсыз әріптес болады, түсіндіре бастаймыз олардың ой өрісі, ғылымға деген, өздерінің мамандығына деген ой өрісі өзгеріп, толыққанды, басқаша бір тұлға болып 4 жылда әп-әдемі өзгеріп қалады негізі. Енді қазіргі таңда сіз тек қана білім беріп қана қоймай, жас ғалымдар кеңесін басқарасыз. Ол барлығына белгілі. Енді осы орайда жалпы осы кеңеске тоқталып кетсек, сіздер қалай жұмыс жасайсыздар, мақсаттарыңыз қандай, міндеттеріңіз қандай? Ахмет Байтұрсынұлы атындағы университетімізде көп жылдан бері жас ғалымдар кеңесі жұмыс істеп келеді. Сол кеңестің төрайымы ретінде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жастармен, жалпы жас ғалымдар кеңесі жаңағы қазіргі таңда
жастарға көңіл бөлу, ғылымға көңіл бөлу бағытында құрылған кеңестердің бірі. Негізі осы университет жағындағы жалпы ғылым және білім министрі жоғарғы оқу орындарында жаңа көңіл бөліп, жастарға көңіл бөліп, қазіргі таңда болашақтың кілті ғылымда деп айтамыз. Сондықтан барынша қолдау көрсетіп. Барынша қолдау көрсетіп жатыр, және біз соны мүмкіндігімізше бізде дамытып, әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Енді осы уақытқа дейін жалпы жастардың тарапынан, жас ғалымдардың тарапынан қандай бір қызықты ұсыныстар түсті, мүмкін бір жасалған енді бір істер бар шығар? Қазіргі таңда расымен де жастарға қолдау көрініп жатыр, жастарға қолдау болып жатыр. Ол жаңағы көптеген, мысалы, болашақ бағдарламасы, жастарға бөлініп жатқан, жас ғалымдарға бөлініп жатқан магистратураға, докторантураға түсудегі гранттар, жобалар, жас ғалым жобасы бар. Енді соның ішінде жас ғалым жобасы жүзеге асырылған болатын. Осы 22-24 жылғы жас ғалым жобасын жеңіп, қазіргі таңда сол жобамен жұмыс істеп жатқан жас ғалымдар кеңесінің бірнеше мүшесі, және соның ішінде өзім бармын, жұмыс атқарып келеміз. Осындай мүмкіндіктер өте көп қазіргі таңда. Қолға алынып жатып, және оны ары қарай жүзеге асырылып жатқан жұмыстар бар. Енді осы орайда жастардың тарапынан туындайтын қызығушылық қандай деңгейде, сіз жалпы өзіңіз қалай баға бере аласыз? Қазіргі таңда докторантурада оқып жүрген, немесе докторантураны бітіріп әлі қорғамаған, немесе қорғаған күйінде де сол жұмысты ғылыми тұрғыда әрі жалғастыруға мүмкіндік, жаңағы қаржылай көмек бөлінуі, бұның ары қарай сонымен қатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ендігі кезекте бүгінгі таңда еліміздегі ғылым деңгейін қалай бағалауға болады? Каку деген физик ғалым бар. Ол, мына мысалмен айтайын, сол Миньо ғой, неме есімі, Каку деген ғалым 300 ғалымнан сұхбат алған екен. Сонда өзі ғалым біраз дүнияны зерттеген, қазіргі болашақ ғылымды зерттеп келе жатқан ғалымның бірі. Сонда оның айтуымен осы сұрақ туындаған болатын сұхбат барысында. Ол айтады, алғашқы 10 жылдықта, 20 жылдықта бізде үлкен белестер күтіп тұрды. Енді бұл әлемдік деңгейде айтып тұр ғой. Мысалы 10 жылдың ішінде біздің жаңағы көзімізге жаңағы линзия дегенді киіп, біреудің ойын сөйлесіп тұрып сұхбатын ойын жаңағы автоматтандырылған түрде көре аламыз. Кім не айтайын деп жатыр, немесе бір кісіні көріп қалсаңыз, ол туралы жаңа ұмытып қалған жағдайда ақпараттың тез туындауы деген сияқты, жаңағы болашаққа бізге былай қарасақ, фантастика сияқты дүниелер сияқты, бірақ ғылым ол дамып отыратын үрдіс. Ешқашан тоқтамайды. Ғылым тоқтады дегенше ол мүмкін дүние емес. Сондықтан заман талабына сай қазіргі нанотехнологиялардың дамуына байланысты ғылым дамып келе жатыр. Сонымен қатар біздің Қазақстанда айтатын болсақ, ғылым даму үстінде. Оған көңілім толады. Сондай-ақ қазіргі таңда тек қана Қазақстанмен шектелмей, өзге де елдердің жоғарғы оқу орындарымен тікелей келісім шартқа отырып, академиялық ұтқырлық деген бар, студенттерді жіберіп, жас ғалымдарды жіберіп, жаңағы айтып кеткендей болашақ бағдарламасымен жас ғалымдарды жіберіп, тәжірибе алмасу бар. Тәжірибе алмасу болған кезде үлкен мемлекеттермен, яғни жаңа қоғамдағы жаңа өзгерістер бізге де келеді, енгізіледі деген үміттеміз. Сапалы білімге ұмтылатын студенттерге сіз оқытушы ғана ретінде емес, жалпы азамат ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Ғылым ол ертеңгі болашағымыз дейді. Жалпы студент болсын, сол мектеп қабырғасындағы оқушы болсын, мен пікірімше сол ғылымды мектеп қабырғасынан бастау керек деп ойлаймын. Өйткені ғылым тану пәні, өз пікірім ғой, ғылым тану пәні деген пәндер енгізіп содан бастау керек деп ойлаймын. Сол кезде егерде ғылымның мәнін, мағынасын түсінбей,
түсінбейінше ол ертеңгі күні оның үлкен болашақта ғалым боларына күмән тудыруға болады. Жалпы енді сіз де оқушы болдыңыз, студент болдыңыз, және де сол кезде сіз оқытушы бойында қандай қасиеттерді жоғары бағаладыңыз? Оқытушы бойындағы. Оқытушы бойында. Негізі студенттердің осы педагогикалық мамандыққа жалпы әсіресе педагогикалық мамандыққа келуіне себеп болатын ол кешегі мектеп қабырғасындағы мұғалімдер себеп болады. Өйткені олардың әдістемесі, олардың жылулығы, олардың жаңағы пәніне деген сүйіспеншілігі негізі барлығы содан тарайды. Ал өзім мұғалімнің сол кездегі сабақ берген мұғалімдердің адамгершілігі, тәрбиелігі, қазіргі таңда осы жетпей жатқан бір беделі, білімі қатар жүруі, сонымен қатар осындай қасиеттерін жоғарғы бағалаймын. Және соларды көре отырып, мен де осы мамандықты таңдадым. Мана сұрағыңа бір толық жауап болсын. Қазіргі таңда енді осы ғылымның, технологияның дамуының арқасында енді интернет өте қарқынды дамып кетті. Түрлі блогерлер бар, коучтер бар, және де бізге, көрермендерге олар сондай бір мінсіз адамның бейнесін жасап отыр. Сіздің енді осы тенденцияға көзқарасыңыз қалай? Қазіргі көзбен көргенге жақсылыққа ұмтылады ғой барлықта. Жаңағы мінсіз дегеннен кейін оның ар жағына үңілмей, бер жағынан көріп, оларға еліктейтін студенттеріміз көп. Олар үшін ол жұлдыз болып табылады. Мен студенттерге айтатыным, жұлдыз болмаңдар, күн болыңдар, жарқырайтын, жылулық беретін күн болыңдар. Жаңағы бізде былай сыртымыз бүтін, ішіміз түтін болмасын. Сондықтан әрине заман талабына сай ілгері қарқынды жүріп отыру керек, жастарға білім алу керек, бірақ оның барлығын болашақта жаңағы сүйіспеншілікпен істеу керек. Сондай-ақ мамандық таңдауда жаңағы айтып кеткен, немесе тағы бір мамандық, болашақта мамандық таңдауда бір қызметтің иесі болар алдында біреудің жаңағы қызығушылығымен, біреудің айтқанымен емес, өзіңнің жүрегімен таңдағанда, әр адам өзінің сүйетін еңбегін жасағанда ғана ол біз алға қарай дамимыз. Еліктеуіш дегенді қою керек деп ойлаймын. Әрбір адамның енді әуестенетін ісі болады, былайша айтқанда хобби. Бос уақытында енді солай бір жанына бір жылулық сыйлайтын, сүйіп істейтін іс-әрекеттер болады. Сіздің хоббиіңіз бар ма? Барлық адамда болады, қызықтыратын жан-жақты болады. Негізі мен қосымша ән айтуды жақсы көремін. Негізі осы өнерге, шығармашылыққа жақын адамның бірімін. Сондықтан әрине бір уақыт ғылыммен айналысып, бір уақыт шығармашылықпен айналысқан ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Барлығының ортасында баланс табу керек дейсіз ғой? Екі балансты қатар ұстау керек. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, осындай бір өнерге жақынмын деп. Енді осы өнер саласында бір атқарған мүмкін бір жұмыстарыңыз бар шығар, студенттермен бірлесе отырып? Негізі студенттермен атқарылған жұмыстар бар. Осы педагогикалық институтта бізде педагогикалық шеберлік дейтін сабақ бар. Негізі педагог кім десе, біз айтамыз актер деп айтамыз, жан-жақты актер деп айтамыз. Енді оның тереңінде көп мағына жатыр ғой. Сол актерліктен шыққан студентпен бірге біз үлкен жаңағы жастар театрын ашқан болатымыз. Ол жастар театрының мақсаты шығармашылық болатын біріншіден, екіншіден жаңағы айтып кеткенде олар мектепке барғанда ертеңгі күні олар оқушымен жұмыс істейді ғой. Отырған 30 елге барып балаларға білім береді, шығармашылықпен, өнермен айналысады. Сондықтан мұғалім жан-жақты болу керек дедім. Сол үлкен театр аштық, үлкен театрдың жетістіктері біраз жылға дейін жетті. Сізді бүгінгі күнге жеткізген қандай шешіміңізбен мақтанасыз? Қызметімде алға қойған бір мақсаттардың бірі осы жастарға білім беру болатын, жоғарғы оқу орнында қызмет жасау болатын, білімнің баспалдақтарынан өтіп үлкен белестерге жету болатын, ғылымға, яғни мақтанатыным шығармашылықпен айналысқым келді, балалардың шығармашылығымен айналыстым. Қазіргі таңда осы
біреуге үлкен, біреуге кіші қуаныш болады. Қазіргі таңда осы доктор, PhD доктор атағын алып, осы жоғарғы оқу орындарында жастарға дәріс оқыту, ол мен үшін дәріс беру, балаларға тәрбие беру, ол мен үшін бір үлкен жетістіктердің немесе жетістіктер деп ойлаймын. Жастарға қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Жастарға тәрбие жөнінде алатын болсақ, біздің ақсап тұрған тұсымыз тәрбие ғой. Көп жерден. Сондықтан Бауыржан Момышұлының еңбектерін, Зейнеп Ахметованың бабалар аманатын, және осы енді шығып жатқан қазіргі таңда Өзбек Әлжанбековтың мәдениет майданын оқуды. Бүгінгі жастардың қай қасиеттері сізге ұнайды? Қазір жастардың қасиеттері ол алғырлығы және заман талабына сай тез дамуы, және кез келген нәрсеге бейімделе кетуі, және ашықтығы ұнайды. Дегенмен де бұрын біз тәрбие басқа болды ма, орта басқа болды ма, кішкене қымсынып, көп ойымызды ашық айта бермейтінбіз. Қазіргі таңда жастар өз ойларын ашық айтады, ойларын дұрыс жеткізуге тырысады. Содан кейін жаңағы бірнеше тілді меңгеретін қасиеттері, тез меңгеріп, қызыға меңгеретін қасиеттері ұнайды. Ақбидаш Қапанқызы, енді осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Сізге уақытыңызды бөліп, осындай біздің сұрақтарға жауап бергеніңізге рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытқа жұмысыңызға да, өзіңізге де, жеке өміріңізде тек қана табыстар тілейміз. Алда енді бағындырар белестеріңіз көп болсын деген келеді. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахметімді айтамын. Сіздерді әр уақытта қолдау керек деп ойлаймын. Сондықтан өсе беріңіздер, өздеріңізде белестерді бағындыра беріңіздер. Мақсаттарыңыз әрқашанда айқын, анық болсын. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің енді бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам, бірақ алдағы уақытта біз сіздерді әлі талай қызықты сұхбаттармен қуантатын боламыз.